Қараңыздаршы, мінекей менің ауылым. Таңертең бұлттың үстінде аспанда өмір сүріп жатқандай осындай әдемі болып тұрады. Егер ертерек тұрып үлгерсең. Біз ойдың үстінде тұрмыз. Мінекей ар жақта әлі қалың тұман. Ал ар жақта бір 5 шақырымдай жерде есіл ағып жатыр. Бұл қадір осындай тамаша сәтті сіздермен бөлісейін дегенмін ғой. Қараңыздаршы, бұлттың үстіндегі ауыл. Бұл менің ауылым, Бірлік. Ай, тамаша ғой бұндай көріністі көру деген. Ассалаумағалейкум. Бүгін біз мінекей Бірлік ауылына келдік. Бірлік ауылы мінекей асфальттан 1,5 километр, қазір барамыз соңына дейін, көріңіздер. Мінекей ар жақта Петропавл ауылға келіп осы аялдамадан түсесіздер де, мінекей осы жақ қарта кетесіз. Қазір біз ауылға кірмей тұрып, осы ауылға кіре берісіне қарама қарсы мына жерде Қызылағаш деген жер бар. Қызылағаш деген жер, сосын ар жағында обалары бар. Сол обаға кіріп қарап көрсетіп қайтайын сіздерге. Арнамызда болыңыздар, до конца қараңыздар. Каналға подписка жасап тіркеліп кетіңіздер. Мінекей ауылдың ішіне кіріп баратырмыз. Кіре берісте бір-екі трубалар тартып жатыр екен. Бұл деген ауылға су тартып жатыр бізге, ауылға. Мінекей ана зират, мінекей осылай трубалар шығып тұр. Ал жолымыз асфальт, жаңа көріп тұрғандай. Сіздер көріп тұрсыздар. Мына жақта тағы да егін, бізде күнбағыс. Ал ақырын-ақырын көрсетейін. Жолымыз асфальт енді, бірақ та сәл-пәл жөндеу жұмыстарын жүргізетін. Құдайға шүкір, әйтеуір асфальт. Осыған да шүкір. Оқты, мощный екен. Шаңдатып кетті ғой бірақ. Мына жерде мінекей шаруа қожалықтары бар бізде. Шаруа қожалықтары. Ауылда мінекей осындай знактар бар. Мынау біздің мектеп. Өте тамаша, мындай знактар бар. Балаларға велик қоятын жерлері бар. Тамаша ғой мінекей. Мынау шатыр жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Рахмет үкіметке. Осы мектепте оқығаным бар да менің. Күшті ғой, қараңыздар. Шатырын әп-әдемі қылып жөндеп жатыр. Тамаша. Мектебім мінекей қоңырау. Әдемі, есік алдында бәрі картоп отырғызған, картоп салған осы мектепке. Енді оқушылар келсе, тіпті жақсы болады бізге. Мінекей әдемі, мына жерде күнбағыстар сондай өсіп тұратынды. Күшті ғой. Мінекей әп-әдемі қылып істеп қойған ғой. Осы жақта бұрын ар жақта теплица тұратын, осы жермен жүретінбіз. Мінекей есік алды бәрі асфальт, әдемі мектеп. Мінекей алдында кішкене көкөніс өсірілген. Қазір Бірлік негізгі мектебі. Ал осы жаққа көшіп келем десеңіз, 9 сынып. 9 сыныпты осындай әдемі мектебіміз. Ал кеттім мен арғартай аралайым. Жаңағы әлі мұрным қанаған, қазір бұлаққа барып жуам. Алда әлі бізде бұлақтар, көп бұлақтар бар. Ауылымыз мінекей 2 көшесі бар ауылымыздың. Мына жерде тағы да бірден алысқа ұзамай түсіріп кетейін. Мынау біздің ауылға 4G антенна ғой. 4G ұстайды ауылымызда. Ауылымыздың көркібі осы. Рахат болып тұр ғой. Мінекей жаңағы жолмен кіресің, екі жаққа кетеді ауыл. Мына жерде бізде ескерткіш бар. Қазір көрсетем, ішіне кіріп. Бісміллә, ал бабалар рухына құрметпен бас иеміз деген осындай біздің әсем әдемі ескерткішіміз бар. Жылда бұл жерге ремонт жүргізеді жаңа. Мінекей мына жерде де саяси қуғын-сүргін құрбандары бар. Жаңағыдай. Мен әрине бұларды танымаймын. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі жер. Мінекей. Мына жерде қалай әдемі, е? Пақ шіркін. Осылай әрбір ауылда осылай істесеңіздер. Мінекей бұны акимат емес істеген. Бұны конкретно ауылдың адамдары ақша жинап, мінекей мына жерде адамдардың аттары осылай жазылған тас. Мінекей 1000
41-45 жылдар аралығында Бірлік ауылынан Ұлы Отан соғысына қатысып елге оралмаған батыр аталарымыз ұрпақтарынан ескерткіш мінекей осындай әдемі. Бұрын мінекей осының үстіне мінетінбіз, осылай мініп ананың басына отырып алып сөйтіп жүретінбіз де кішкентай кезімізде. Мына жерде тағы да қараңыздар, тыл ардагерлері ескерткішінен түскен қаржы. Мінекей ауылдың адамдары ғой. Мына жерде менің атым жоқ. Мінекей адамдар осы жерден қаншадан мінекей 21 жылдан бастап жинағы 16 мың, 22 мың, 5 мың, мінекей 30 мың, солай 15 мың, 20 мың, мінекей 10 мың, 15 мың, 25 мың осылай жинала берген ғой. Ал енді мінекей мынау бар әдемілік Ұлы Отан соғысының ардагерлері, тыл еңбек ардагерлері, мінекей тың еңбеккерлері, ұлы ерлікке тағзым деген. Осы жерде менің атамда бар, қазір көрсетем. Мінекей қазір көрсетем. Мінекей ұқсайын ба мен? Мінекей ұқсайын ба? Или ұқсамайын ба? Сақалым сол кісінікі сияқты өседі екен. Кішкентайлау болып. Мінекей, мынау авалары ғой. Мына кісілердің аватаркалары жоқ екен. Осылай, мына жақта мінекей өзімізді жеңіп бір жағадан бас шығаруға үйренсек, әлі тасымыз өрге домалар дейді. Ал енді мінекей осы тыл ардагерлерінің ішінде менің нағашы атамда болуы керек. Мына жақта мінекей Бейсенбаев Әлен деген кісі. Сондықтан мінекей айтарым, мен өзімнің атамда, нағашы атамда осы ауылда келген ғой дүниеге. Сол жақсы. Тағы да қазір бұлақтарға барайық, көрсетейін мен сіздерге. Ауылдың іші енді бізде асфальтталған, ауылдың көшелері және де столыптарына кешке қартай жарық жанады. Оған енді акимат жұмыс істеп жатыр. Құдайға шүкір, жаман дей бермей. Осы шынымен рахмет. Көшіп келем десеңіздер, тамаша ауыл ғой енді. Қазір бұлақтарын көрсетем. Өзен бар, мінекей көл бар. Ауылдан 2 шақырым жерде көл бар. 5 километр жерде есіл ағып жатыр. Тамаша жер енді. Мінекей ауылдың соңы. Бұл жерде асфальт бітет почти. Мінекей мына жақта тағы бір шаруа қожалығы, қазір соғып кететін шығармыз. Ал мына жерде бізде тағы екінші зират. Осы жақта қазір ар жақта бұлақтар бар. Көрсетем, мешітімізді көрсетем. Мінекей ана жақта қандай керемет табиғаттарымыз бар. Біздің пақ шіркін. Мінекей мынау ауылдың шетіндегі екінші зират. Мінекей ой жағынан ауылдың сіздерге түсірем. Трактор тұр, мінекей осылай ой жағынан ұзын көше ғой. Ал былай қарасаңыздар, өте әдемі табиғаты, ақырын. Мінекей мынау бұлаққа да келіп жеттік. Біздің ауылдың ең таза бұлақтарының бірі. Мінекей қараңыздар. Мінекей мына жақ көл, 1,5 километр жерде көл тұр. 2 километрдей жер. Оның ар жағында есіл бар. Мінекей мынау бұлақты көрсетейін сіздерге. Бұндай бұлақтар бізге негізі қатты қызық емес. Осылай жердің астынан шығып жатады. Осылай әдемі енді ары қарата кете береді ғой бұлақтар, осы көлге барады. Сосын мінекей мына жерде бізде акстар деген кісілер жатыр. 4 адам жатыр. Неміс ұлтынан вроде. Біздің ауылға алғашқы құдық алып келген адамдар осылар дейді негізі. Білмеймін енді. Қараңыздар, әр жақта тағы да бар бұлақтар, ол кішкентай бұлақ. Оған бар уақыт кетірмей, қазір ауылдың ішіндегі мына жер бәрі қамыс, значит, осы бұлақтан шыққан су осылай тарайды ғой. Былай барады. Сол. Әлі мінекей ауылдың бойында мына жерде бір бұлақ бар, екінші бұлақ, 3 бұлақ, мінекей 4 бұлақ осы ауылдың бойында орналасқан ғой. Әр жақта қаздар жүреді, бәрі әдеміленіп. Қаздар жүр. Менікі емес, менікі әр жақтағы бұлақтар жүр. Ал мынау көрініс біздің екінші бұлағымыз. Жаңа біз бірінші бұлағымыз Асан бұлағы болатын. Мінекей мынау жарлар бұлай үйдің жиегіне дейін барады. Ана отырған ағи мен жездемнің үйі. Мінекей осылай. Бұрын мінекей осы жермен бұлай жолмен түсетінбіз, мына жолмен түсіп, бұлай бұлаққа барып, мына жердегі
Мына жерде мінекей шашлык істейтінбіз жастармен отырып алып. Осы дөңнен сырғанақ тебетінбізді, шана тебетінбіз. Ал мінекей ар жақта көрсеңіздер қаздар жайылып жүреді, қамыс. Осылай шығып мінекей мына жақтағы жолмен біз ар жақта көлге баратынбыз да. Мінекей мынау тағы да басқа бұлақ. Бұл жерден техника өтіп мына жерді ойып тастаған ғой. Ал мінекей ана жақтан бастап алады. Тоже ауылдың ортасы ғой. Дәл ортасынан өтіп. Бұл жер. Мінекей сіздер көріп тұрғандарыңыздай біздің ауыл мінекей. Осындай әдемі бұлақтармен. Қараңыздаршы қандай әдемі, мөп-мөлдір таза су. Осылай ағып баратта мінекей қамыстарға құяды. Ол жақтарда қаздар қыдырып жүреді. Мінекей мына жерде бір топ қаз, мына жағында тағы да бір топ қаз. Осылай бөлініп жүреді. Ал мінекей мынау ауылдың шетіндегі тағы да бір бұлақ. Мен тиктогымда, ютубымда видеолар бар. Осы бұлаққа мен қаздарымды бағамын. Қаздарым менің әне жүр. Көріп тұрсаңыздар. Осы қаздарды сатам, тіркеліп қойыңыздар. Алла жазса копченый қылып па, осылай далада өздері жүріп бағылатын қаздар ғой. Мінекей ауылымыздың ішінде 4 бұлақ өтеді қазір. Әр жағында тағы да бізде талай бұлақтар бар әр жақтарда. Көрсетейін ба білмей тұрмын. Мінекей мына жағымызда біздің шөп шабатын алқаптарымыз бар, мал жайылатын алқаптар. Дұрыс көрінбейді. Мына жағымызда тоже қаздарым осы жақта жайылып жүретін. Мінекей біздің ауылымыздың сырты әдемі. Қаздарым міне жүр ғой. Бағылып. Мінекей тағы да бір шаруа қожалығы. Біздің ауылда қателеспесем 4 шаруа қожалығы бар. Мінекей асфальтқа да жақын. Ең видеоның басында көрген зират мынау ғой. Қаздарым мінекей көп қаздарым бар. Алла жазса сатам. Мінекей ар жақта бағылып жүр. Және де мінекей бағылып жүр. Ауылымызда 70 шақты үй бар. Көп емес. Сол тіркеліп кетіңіздер міндетті түрде. 2 көше бар үйде. Жолдары асфальт. Түнде жарық бар. Адамдары да өте күшті. Мінекей мына жерде мындай баз бар. Баздары бар. Осылай жүреді далада. Даламыз кең, жан-жақ орман. Енді біздің жақта аққайыңдар өлкесі дейді ғой. Тиктокта қаздарымды күнде эфирға түсіремін. Тіркеліңіздер, Нұрмолда деп іздесеңіздер табасыздар. Мінекей мынау біздің сайларымыз бар. Осындай міне долана деген ағаш өседі мына жерде. Әдемі көрініс қой енді. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай дәл шөп қоп-қоңыр болып тұрған, ол шабылмай қалған шөп. Ал мына жағы шабылмай қалған шөп, мына жағы шабылған жер. Шөп көп біздің жақта. Бірақ барлығы жер біздікі емес. Мінекей мен жаңағы келген жақтың жаңағы сайдан шыққан бұлақ қой. Бұл уже нешінші бұлақ болды? 5-ші бұлақ па? Мен кішкентай майда бұлақтарды көрсетіп атқан жоқпын. Және де әнекей әр жақтардағы жарларға бармай ақ қойыншы. Тағы да бұлақтар бар негізі. Көп ол ауылдың. Мына жақ мінекей ойымыз, біздің алқа, шөп жинайтын жеріміз. Мынау қамыс барлығы. Қандай тамаша жер, е? Асан қайғы біздің жаққа келмей қалған ғой, жер ұйықты іздеп жүрген кезде. Бір жағынан келмегенде дұрыс болған шығар. Ай, тамаша. Сол үшін тіркеліп кетіңіздер енді. Осындай видео болды. Мен қандай ауылда тұрып атқанды көрдіңіздер. Ауылымызға егер біздің ауыл көшіп келем десеңіздер, қош келдіңіздер деп қарсы аламыз, Алла жазса. Барлығы тамаша күшті жер ғой. Енді сол лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сіздер қай жақтан боласыздар? Соның барлығын сөйлесек. Мінекей жаңағы қызыл ағашымыз. Осы ағаштың ар жағында Бірлік деген ауыл бар, сол туралы түсіреміз. Соңына дейін көріңіздер енді. Мына жерде егін болған. Ауылдың жан-жағы барлығы егін. Мінекей мына жерде күнбағыстар өсіп тұр. Жаңағы айтқандай шемішкені шағып жатамыз.
Ал мына жерде оба болған, баяғы кезде қазақтың обалары болған. Мінекей, бұл жерде кезінде археологиялық жұмыстар жүргізілген. Шын айтам, мінекей Бірлік ауылы, Шал-ақын ауданы, осы жерде археологиялық жұмыстар жүргізген. Мына жерде енді білмеймін, жүруге бола ма, болмай ма. Мінекей мынау осылар оба деп айтылады біздің ауылда баяғыдан бері. Мінекей осы жерді қазып тастаған ғой. Ал мына жақта сіздер көріп тұрсаңыздар, күнбағыстар бастарын төмен салбыратып тұр. Біз неге әлі жеміс бермедік? Мына жақта көрші тұрған бидайды уже орып алыпты ғой. Ал бізді әлі ормапты, біз адамға пайдасын тигізе алмадық деп бастарын салбыратып тұрғандай. Осы мінекей қазір ауылға барамыз, мектепті көреміз. Білмеймін енді, кездейсоқтық па, мына обалардың үстіне мініп келе жатыр едім. Мінекей мотоциклға жақындаған кезде мұрным қарап кетті өзінен өзі, білмеймін неден екен. Кездейсоқтық па, әлде шынымен бір не болуы мүмкін ол?